Найманнан асқан мейірімділік жоқ. Орта жүз ана жұрт. Жаратушының мейірімділігін орта жүзде ана сақтайды. Таңбалары босаға. Босағаға кірер кезде әрдайым басымызды еңкейтіп кіреміз. Себебі неге дегенде осы ананың мейірімділігіне бас иген халық екенімізді көрсетеді. Жаратушыдан келген жарықты, шығыстан келетін жарықтың барлығы тек шығыстан келетінін көрсету үшін босағаны әрдайым шығысқа қаратып тіккен қазақ халқында. Осы орта жүзден келген. Орта жүз халқы шаңырағың биік болсын, кереген кең болсын, босағаң берік болсын деген қағиданы ұстанған. Салт дәстүрлерінің барлығы осы қағидаға байланысты. Орта жүз әрбір рудың аманат екенін көрсеткен. Соның бірі Найман. Найманнан асқан мейірімділік жоқ. Найманның шығу тарихы көне Қытай деректерінде 3 ғасырдан бастау алатынын көрсетеді. Ғұн империясының іргетасын қалаушы тайпаның бірі ретінде көрсеткен. Найманның әрбір қағанатының, әрбір руының өзіндік бөлек хандығы, өзіндік бөлек қағанаты болған. Найман халқы неге Найманнан асқан мейірімділік жоқ деп айтамыз? Өйткені Найманның бірегей таңбасы Бахан, ұраны Қаптағай. Бахан дегеніміз ол алдыңғы видеода киіз үйдің сүйектерінде айтқандай Баханды мейірімділікпен көрсеттік. Найман тайпасы материалдық өмір бар, рухани өмір бар. Найманның жігіттері болсын, Найман руындағы мына халық болсын, олар басым бөлігін рухани өмірге көрсетеді. Рухани өмірді ұстайды. Рухани таза болуың, рухани жақсылық болуың, рухани жағың мықты болуың, осы қағиданы ұстанған халық. Осы руханилықты көрсету арқылы, оң қолды ұстау арқылы жүректегі мейірімділікті көрсеткен, жоғары ұстаған. Сонда Найманнан асқан мейірімділік жоқ деп осыдан айтамыз біз. Найманда жаңағы Бахан шаңырақты көтереді ғой, енді Баханның міндеті шаңырақты көтеру. Ол үйде әкені жоғары ұстау деген жаңағы қағидамен байланысты. Себебі әрбір орта жүзде баланың тәрбиесіне ана көңіл бөледі. Өйткені орта жүз шешеге жамандық нәрсені жолатқысы келмейді. Жаман сөздер айтылатын, шеше жайында айтылатын жаман сөздер бар ғой, ол жайында естіген болса, бірден кеудесіндегі жан беруге дайын болады. Өйткені бұл ана жұрт екенін көрсетеді. Орта жүз әрдайым отырыста, өмірде анаға бата бергізеді. Ақ жаулықты, 80-нен асқан, 90-ға келген көпті көрген аналарымызға анадан бата алуды көрсетеді. Кіші жүздер балаға бата бергізеді. Өз көзіммен көргенім, үлкен отбасында отырғаннан кейін, ал бата бер дегенде баласына бата бергізеді. Баланың тілегі қабыл болады деген мағынаны білдіреді. Сонда ұлы жүзіміз әке жұрт, орта жүзіміз ана жұрт, кіші жүзіміз бала жұрт. Неге Оғыз тайпасынан кеткен түріктер бізді ата жұрт деп көрсетеді? Ал Түркиядағы түріктерім олар ана жұрт болып есептеледі. Оны мына отырған сіз білмегенменен түрік өзінің ата жұрты осы қазақ жері екенін көрсеткен. Найманнан шыққан ірі тұлғалар кешегі Кеңес одағының батыры, соғыс ардагері Қасым Қайсенов атамыз. Қаракерей Қабанбай батыр бабамызды бүкіл қазақ біледі. Найманды тағы да бір айта кетейін, қазақ хандығы құрылған кезде Керей мен Жәнібек сұлтандарды ең бірінші қолдаған тайпа. Қазақ халқын тәуелсіздігін бірінші мойындаған Түркия немесе Америка деп айтамыз ғой. Сондай сияқты қазақ хандығының құрылуын ең бірінші қолдаған осы наймандар. Бұл видеода бір-бірімізді бөліп жару емес, руға бөлініп, енді мен аз-аздан адамдарды айтып жатырмын. Сіздің атаңызды айтпай қалсам, ренжімеңіз. Бұл әрбір рудың өзіндік бір қасиетін көрсетейік. Найманның мейірімділігін көрсетейік. Керейдің бірлігін көрсетейік. Әрбір ру. Себебі неге? Бұл біздің идеологиямыз. Мен үлкен бір идеологияны әкеп көрсетіп отырмын. Көзге кірген жарық. Экранның ар жағында отырған сіз әрбір нәрсені көргеннен менің осы бір айтқан сөзім тозаңда болсын сізге жұғып, осыдан бір әсер алып, рухани өзіңізді көрсетіп, ұмытылып кеткен атаңызды астына пікірге жазып, оның батырлығымен мақтансаңыз, ол барлық қазаққа жақсы дүние болады.
Бұл айтылған сөздер, Найманның мейірімділігі, Керейдің бірлігі, Қыпшақтың жомарттығы руға бөлінетін сөздер емес, бауырлар. Себебі бұл үлкен бір жарық сөз. Бұл жаратушыдан адам деген идеологияны алып келатқан бір үлкен жаңағы пример ретінде мен сіздерге тастап отырмын ортаға. Руға бөлінгенің болмайды, бүйткенің болмайды. Бұны жаны таза адамдар ғана тыңдайтын сөз. Кешегі біздің құлдық заманымыздағы құлдық тарихи жазбаны құлдық санамызға құйған адам бұл сөзді көтере алмайды. Бұл таза адамның рухани. Біз қазақ бірге болайық, бірігейік. Әрбір рудың қасиеті бар. Әрбір бес қарудың қасиеті деген не? Алланың нұры, жаратушыдан келген әрбір қасиет, адам деген, қазақ деген. Тағы да бір сөз айтайын сізге. Неге біз дамымаймыз? Неге біз фабрика соқпаймыз? Неге сендер өстіп бөлінесіңдер? Қазақтың дамуы осы алдағы 100 жылдықта келе жатыр. Дамыған Американы да, дамыған Европаны да, олардың барлығы материальный өмірмен дамып, соғатын нәрсесін соғып қарап отыр. Материя еш уақытта адамды адами тұрғыға алып келмейді. Бірінші біз рухани бай болуымыз керек. Бұл руханилыққа алып келатқан дүние. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Алдағы уақытта кіші жүз туралы айтатын боламыз. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз, әрбір жүздің әрбір қасиетін айту арқылы мен бұл үлкен бір қазақ. Бәріміз қазақпыз. Менің анам Найман болып, оның мейірімділігі мысал ретінде келтірейін. Анасы Найман, баласы Қыпшақ. Қыпшақтан асқан жомарттық жоқ, Найманнан асқан мейірімділік жоқ. Екеуінен туылған бала, ода мейірімділік те бар, ода жомарттық та бар. Бір пікірлер бар. Дулаттан басқа ақылды ру жоқ па деген. Бұның барлығы мейірімділікте, барлығы біздің генетика, қанымыздың, тектілігіміздің арқасында бір қазақ деген ұлтқа келетқан бір үлкен идеология. Досыңызбен бөлісіңіз, пікір қалдырыңыз, парақшаға тіркеліңіз.